Бізге сәл ашуланып тұрсаңыз да, мейірімді жанарыңыздың жылуын сезінеміз. Біз білеміз, сіздің бар еңбегіңіз біздің игілігіміз үшін. Сіз өз балаларыңызды да, өзгенің баласын да бірдей жақсы көресіз. Өйткені сіз үшін бөтен бала жоқ. Қарнымыз ашқан сәтте тәттілер ұсынып қуантасыз. Сол сәтте қайтарымына біз де жақсылық жасағымыз келеді. Иә, біздің у-шуымыздан шаршайтын боларсыз, бірақ біз жоқта бізді сағынасыз. Сабақ үстінде қалғып кеткен сәттерімізді де кешіресіз. Бірде анамыздай еркелетесіз, бірде Асқар тау әкеміздей қатал боласыз. Көп нәрсені сіз бізден жақсы білесіз. Кейде біз де білетінімізді сізге үйрете аламыз. Бірақ біз үшін сіз әрқашан арқа сүйер асыл жансыз. Жеңісімізге балаша шаттанып қуана білесіз. Сүрінген сәтте демеп қайта тұрғызуға әзірсіз. Көбіне өз отбасыңызға уақыт жетпей қалады. Себебі өміріңіздің көп бөлігін мектепке өткізесіз. Біз сіздерді жақсы көреміз. Өйткені біз үшін сіздер әлемдегі ең мейірімді жандарсыз. Айтылар жақсы сөз көп, бірақ барлық тілектердің өзі сіздерге аздық етеді. Себебі ұстаздық жай ғана мамандық емес, ол одан да биік ұғым. Мерекелеріңіз құтты болсын, ардақты ұстаздар.